Сәлем достар. Үй жағдайында жасалатын гамбургердің рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Ең алдымен құс етімізді осылай жұқалап кесіп, немесе шегесі бар балғамен ұрғылаймыз. Араларына тұз себелеп, осылай 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қолмамен бермеңіздер, қыздарымның жаустырып қойған наклейкасы. Одан кейін клярын жасаймыз. Бір жұмыртқа, үстіне тұзын, бұрышын, паприкамызды салып араластырамыз. Араластырып, үстіне майонезімізді салып, кішкене сүтімізді құйып, шемшік майды құйып араластырамыз. Рецептін төменде описанияға жазып қоямыз, және де жұмсақ бауырсақтың рецепті де болады. Көрулеріңізді сұраймын. Оны да осылай салып, араластырып, консистенциясы осындай болады. Және де орташа отта қызып тұрған майда құс етімізді екі жағын қуырып аламыз, клярымызға батырып. Екі жағын айналдырып қуырып аламыз, орташа отқа қоямыз. Одан кейін қағаз сүлгісі бар тарелкаде майын сорықтырып аламыз. Мен гамбургердің нанына бауырсақты қолданамын. Творожный сырымызды жағып, салат жапырағын, помидор қиярымызды, жаңағы қуырып алған құс етімізді осылай салып, саламыз да үстін жауып, майонез жағып, кетчугімізді жағамыз. Рецепті төменде описанияда болады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да рецепттер болады. Сіздермен болған мен сұлу, қыздарыма ұнады. Ас бол.